Бәріңе сәлем, қалайсыздар? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Қазір бәрінде сессия болып жатыр. Менде де сессия. Қазір сағат 1:30-2. Менің сессиям 4:30-да басталады, Алла қаласа. Но мен сессияға прям толық дайынмын деп айта алмаймын. Дұрыс дайындалдым деп те айта алмаймын. Себебі менде сессияларым бір күннен сразу болып кетті. Понедельник ағылшын, екінші сабақ информатика, ИКТ ағылшынша, үшіншісі қазір физиология болып жатыр. Мен осындай моменттерде қатты уайымдайтынмын, әлі де уайымдап тұрмын. Ішімдегімен бөліскім келіп тұр, жай. Ішімдегі бөліскім келіп тұр. 3 топ поддержка сөз немесе кеңес сессия тапсырғанда. Бірінші очередь ол уайымдамау. Бірақ уайымдамау мүмкін емес, әрине уайымдайсыз, уайым болады. Бірақ бірінші очередь Алладан сұрау. Алладан сұрау, Аллаға дұға ету. Енді Алланың аттары бар, Әр-Рахим, Әр-Муғни, Я-Муғни деген көп 99 есімі бар. Салауаттар, Алладан сұрап, шын ниеттен сұрайсыз. Сол кезде іште кішкене болсын тыныштық беріледі. Аллаға сеніммен, Аллам мені тастамайды, Аллам всегда менімен болады, маған көмектеседі. Не только имтиханда, вообще көп жерде. Өзіңізге сондай ішіңізге сенім болу керек Алланың көмектесетіне. Сол моментте сондай сеніммен кіріп Бисмиллахи-рахмани-рахим деп кіргеніңіз, оның өзі де қандай қайырлы болып жатыр. Сіз жақсы жерін қарайтын болсаңыз, сіз сол экзаменнің арқасында көп Алламен сырластыңыз, сөйлестіңіз, көмек сұрадыңыз. Сондықтан ойлаймын, бірінші очередь Аллаға сену, Алладан сұрау. Екінші ол мен өзім бата аламын. Мамам, папам, апам, бірінші очередь апам. Бәрінен бата алам, сұраймын, батаны сұраймын, маған көмектесіңізші, бата айтыңызшы, дұға етіңізші, жақсы тапсырып кетейін деп. Бұл менің өзімнің ішкі нем, себебі мен енді ата-анаңның разылығы ол Құдайдың разылығы дейді, Алланың разылығы. Сол үшін де ойлаймын, бірінші очередь разы болғандары, то есть жолың ақ болсын деп батаның бергені. Кішкене телеп жатырмын. Менде негізі петличка бар еді, но мен петличка алуға ерініп отырмын, бұл аяқ түсіріп кетіп тұр. Себебі қазір ойымда тұр, и қазір ішімдегі уайым да шығарғым келіп тұр. Вот. Тағы не айтқым келеді? Үшінші кеңесім ол бүкіл амалын жасау. Бірінші очередь ол шпоры. Обязательно шпор жасау. Шпор всегда керек. Қолдана алсаңыз да, қолдана алмасаңыз да, вдруг қолдана алсаңыз, ол сізге пайда. Ең маңыздысы ол, конечно, өзіңіз бір оқып шыққаныңыз. Сіз не өттіңіз, қандай тақырыптар өттіңіз, қандай пәндер, пәннің ішінде не өттіңіз, енді бүкілін, конечно, есіңізде болмайды, мүмкін емес. Сондықтан да телефон шпорыдан қарап, ары қарай миыңыздағы нені жалғастырып кете алатындай, бұл сізге просто көмек. Сондықтан да мен ойлаймын, барған кезде ертерек 1 сағат барып, көріп, оның алдында адамдар қалай тапсырып жатыр, ол мұғалімде іштен тілеп, Алладан сұрап, Аллаға сеніп, өзіңе сеніп, сол мәліметтерді қолдану. Бәрі жақсы болады дегенге де сену. Енді, может, кейбіреулеріңіз айтарсыздар, что бұның бәрін и так біз білеміз деп. Бірақ бұл поддержка ретіндегі видео. Бұл сессияда шынымен де әр адам уайымдайды. Ешкім уайымдамай, деп кіре алмайды. Ол по-любому ішінде уайым болады, ол іштен кетпейді.
ол осындай периодтан өту керек болады. Так что егер сен қазір сессия тапсырып жатсаң, уайымдама дегім келеді. Мен бірге бірігіп көмектесіп қалады. Сол кезде өзіңді жалғыз сезінбе дегім келеді. Сен жалғыз емессің. Сәттілік осы келатқан сессия апталығына. Маған да сәттілік, Аллам қалап, аман есен осы сессиямызды бірге тапсырып шығайық. Кім қай университетте оқиды, жазып кетіңіздер. Мен өзім АЮ университетіндегі көркем еңбек мұғалімін даярлау және өйтсе дұрыс айта алмай қалдым. Көркем еңбек мұғалім және сызу мұғалімін. Екеуі бірге ком ба? Архитекторға да бола берем. Так что дизайнға да бола берем. Маған тіркеліп кетіңіздер. Менің инстаграмым, менің YouTube каналыма. Мен бұл YouTube каналымда ендігі жолы тағы да бір лайфхактарымен бөлсем, сессияда қалай жақсы жазуға болады деген. Сессиядан бөлек өзімнің күнделікті күнімді қалай жақсы өткізетінімді, пайдалы ақпараттар менде көп болады. Және қызық ақпараттар, мен өз өмірімде не болып жатқанын, бір студенттік күнді көрсететін боламын. Кстати, мен қазір сессия апталығы дегенді түсіргім кеп отыр. То есть бір апта сессияға дейін мен қалай дайындаламын, қалай болады, соны просто өзіме де, өзімнің памятіме де қалдырғым келеді, көрсеткім де келеді. Мен де 2 сессиям өтті. Мен ол кезде сұрамадым, себебі мен уайымдадым, шыны керек. Даже андай дұрыс демала да алмадым. Менде пятница кешкеден бастап суббота, воскресенье, понедельник тапсырдым. 2 күн мен қатты стрессте болып жүрдім. Содан өзім қоярға жер таппай жүрдім вообще. Даже өзіме қарамай кеттім. Не то что бояну, шаш, вообще дұрыс киінбей, өзімді білмеймін, өзіме қарамай айнаға болады ғой, солай болып кетті. Сондықтан да мен шынымен от души қазіргі көріп жатқан адамға сессиядан 80, 85, 95 ең жақсы бағаларды алуға, 70-тен көп алуға тілеймін. Және де өзіңіздің қандай мамандықта оқып жатқандарыңыз жазып кетсеңіздер болады. Және осы каналға подписка жасап, мені қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, мен өте қуанышты боларым. Сіздерге оңай бір сөз болсын жазып кеткен. Маған ол қатты маңызды мотивация келесі видеоға шығаруға. Сол үшін келесі видеода кездескенше сіздермен болған Ұлдана Муслим.